Кайрылуу күн баршаңызга. Бүгүнкү эчпочмак, ягни 250 мл жылы сүтүбүзгө bir үлкен касык кант, bir кичкентай касыкпен туз және bir кичкентай касыкпен дрожж салатын болабыз. Барлыгын салабыз және bir жумурткамызды және бизде 150 грамм майды ерітіп коятын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, қантымыз ерігенше араластырамыз. Және 600 грамм ұнымызды салып, қамыр етін боламыз. Қамырымызды жақсылап араластырып илеп болғаннан кейін 1 сағатқа жылы жерге қойып, бетін жауып қоямыз. Қамырымыз сәл жұмсақ болады. Бетін жауып тоқтайтын боламыз. Бізде начинкасына 400 грамм фарш және 200 грамм жуамыз. Соны қысқып қойыламыз. Жуамызды осылай турап аламыз дайындап. Чирлас.